Инстаграм, тиктокты ашып қалсаң, осы дубайский шоколад шыға береді. Жемеген, как будто мен ғана сияқты. Сол үшін жасап көрейін дедім. Осындай шоколадты алып, қайнаған суға салып қоямыз. Еріту үшін осындай шоколадтың формасына краситель жақтым. Әсемдік үшін жақпасаңыздар да болады. Шоколадты ерітіп формамызға құйып, жан-жағын дұрыстап аламыз. Кез келген шоколадтың формасына осылай құйып, 5 минутқа қатырып қоямыз. Осындай арнайы катайфи тестасын алып, ұсақтап турап шықтым, және де ертілген сармайды кішкене ғана құйдым да, осы катайфи тесталарын қып-қызыл етіп әдемілеп қордым. Шоколадтың хрустящий болуы именно осыған байланысты. Үстінен фисташковый пастаны салып, жақсылап араластырып аласыздар. Формамыздың ішіне салып, барлығын тегістеп шығамыз. Үстінен тағы да шоколадты ертіп құйып шығасыздар. Именно осы шоколадқа көптеген негативтер келді. Жасап көруге не стоит, онша емес деп. Маған өте қатты ұнады. Әсіресе ортасы катайфи тестасы өте ерекше дәм береді екен. 10-15 минуттан кейін формадан алып, ыстық чаймен жесеңіздер болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, күшті болып шығады. Еңбекті бағалап, видеоға лайк басып, төменге комментарий жазып, мен парақшама тіркеліп кетуді ұмытпа.